Папанай мына жерде елкамын дейді бүгін. Кімсің сен, Кәусар? Елка. Елка. Фатиха хоть кішкене мен гүлмін дейді. Жай бояна сапты. Кәусар мен елкамын дейді. Екеуі таң атпасан 8-де тұрып боянып апты уже. Фатиха нәрсе бірдеме көрсетем, бергеш деп. Мындай бірдеме соткасына жазып апты. Короче, ана жерде суреті тұрады, соны мына жерге салады ма, бірдеме істеп жатыр өзі түсініп отыр самое главное. Мына жерде шығып тұрады, соны салады екен ғой. Осындайды қайдан тауып аласыңдар сендер? Күшті қылып сурет салып жатыр ше. Күшті ойнай берді сөйтіп жүре ма? Мен тамақ істеп келейін сендерге. Мынаны көрсетші дейді, сақиналар бір-біріне бүйтіп тағып қойыпты. Жаңағы косметичканың ішінен шыққан сақиналар ғой. Бәрін бір-біріне бүйтіп тағып қойыпты. Күшті екен, молодцы, күшті ойнай беріңдер. Қайырлы күн достар, біз қыздармен далаға шықтық. Кәусар, Фатиха. Екеуі үйде отырып ішіміз пісті деді. Күн ыстық, кешкісін шығайық салқындағанда деп жоқ деп шығып, дала деген күйіп тұр. Сонымен шықтық, постаматқа соғып, 3-4 затымызды алып, қазір продукт алып, сонымен үй жаққа қайту керек. Ыстық тұр, прям бар ғой. Ауа жоқ, қапырық тұр. Қыз салқында мороженое жеп отыр. Мына жер күшті гүлдерінде. Иісі күшті болып шығып тұр, прям. Мына жерге мынандай біз качеля қойған еді, үлкендерге арналған. Тұр үлкендерге бәріне арналған. Соған келіп қазір кішкене тербетіліп, қыздарды ойнатып, продукт алып сосын қайту керек. Пол это лава ойнайық десем, бұл екеуі бір-бірін қуып ойнап кеткен ғой. Пол это лава деп өзімше далада ойнатқызайын деп сөйтсем, бұлар өздері бір-бірін қуалап, сен қаш, мен қашпай ойнап жүрсем мен. Жарайды дедім. Магазиннен қайтып келе жатып, Кәусарға кофені ұста деп, өзі алып алды, кофені алып ұстайшы деп. Енді жол бойы қолында жоқ, қайда десем. Көрсеші, қызым тығып алған жеріңді. Қараңыздар. Кофені панамкасын іште тығылды. Кәусар ойлап таппайтын жоқ сен, Кейін енді жүр үйге қайттық. Кио. Екі қыз бір ойын ойластырып жүр, неме ойын екен білмеймін. Екеуі жапырақтарды қойып, бірінші, екінші, үшінші деп санап қойып жатыр, не ойын ойластырып жатыр екен. Қандай ойын ол, қызым? Жапырағы өрттен кетпей ма лавада? Осының үстімен жүресіңдер ғой, Осының үстімен жүреміз. Жақсы, түсіндім. Бір басына жақта, ұшып кетпесін байқаңдар. Жапырақтан ұшып кететін шығар сендер. Сендер секірем дегенше, тем более дала жел болып тұр. Екеуі қызық ойын тауып жүр, бірақ өздері білмейді қалай ойнайтынын, қай жақтан бастайтынын, не істейтінін білмейді. Іштері пісті әбден. Бізде сол үйдің тірлігі, үйде жолған киімдерді жинап, орналастырып, қыздардың заттарын реттеп, сондай тірліктер жасап жатырмыз. Соның үстін бояйсың. Қыздарға водяной раскраска деген бар екен ғой, андай сумен боялатын. Сондай алып берген едім. Соны ашып көріп жатырмыз. Қыздар көріп жатыр соны. Ішіне су құйып, күшті екен, әдемі шығады екен, жиегіне дейін апармайсың ғой дем. Мынау еще, кажется, бояй бер қызым. Мынау андай екен еще, сулағаннан кейін сурет шығады, сосын құрғағаннан кейін қайттан бояу болады, как многоразовый сияқты. Кәусар, сен кім әні? Ұрадың ба жақсылап басын? Енді келді су әні. Күшті екен, құрғағаннан кейін қайттан орнына шығатын. Не шығып жатыр? Балық шығып жатыр ма ше? Балық шығып жатыр,
Фатика сенде Bir, таспаққа iki, шығып жатыр, иә? Таспаққан жартысы шығып жатыр. Күшті рассказка болды ғой мынау. Кеше Каспийдан көріп ала саған едім ғой, заказ бере саған едім, сол келді. Қыздарға пластилин бердім, еще пластилин, воздушный пластилин, бұл воздушный пластилин. Кеуіп қала беретін қайта соны. Обычный пластилин заказ бердім. Қолдан бәрі маса шағып тастап тұр қызым. Нәжігіне шалмау керек. Өйткені нәжіге ғана. Қарадан шықпау керек, иә? Нәжіге шықпау керек. Қыздар осылай рассказка қойып. Пластилин ойнап отырған бағана сатып алған пластилинмен. Қайын қызым, фотош көрсетші не жасадың? Бұрыш бәрі қарай. Көрінбей тұр. Мынау не? Нәжіге отырылады. Качеля ма екі жақ? Ой, молодец. Кәусар мен адам жасап жатырмын дейді. Ата. Ата ма? Мұрты бар ата ма? Атасын жасап жатыр екен, атасының мұрты бар. Молодец, қыздар күшті ойнап жатыр екен жерде. Жаңа пицца жасаймыз деп сыр колбаса алғанбыз, соны қазір турап тұрып мындай контейнерлерге салып қоямын. Осыған салып қойайын деп жатырмын қазір. Екі шыққан жеп қойыпты ана жерде. Біздің үйде екі шыққан бар. Фатиха мен Кәусәрге екі шыққан алған. Сөйтіп тұра қойған ыңғайлы, таңертең кейде болады. Бізден бұрын дочалар ертерек тұрады. Сол уақытта тұрып, өздері тұрып, жегілері келсе жеп, сөйтіп жүре береді. Was denken Sie zaten? Мен нан ашты қойдым пиццаға. Қазір кішкене көтерілсін, содан кейін пицца жасаймыз. Нанымды көтерілсін деп күннің көзіне ыстыққа қойып. Күшті қылып ашып көтеріліпті. Пицца жасайық. Екі пицца шықты, біреу помидормен, біреу помидорсыз. Қыздар кейде помидор жемейді. Сыр төрт дайын десем, сырын морозилкаға салып қойғаным ба, өр кетпесін деп қатқып шығарып алып кеттім. Сәл жібісін, сосын пиццаның бетіне сала. Пиццамыз күшті шығып жатыр. Күшті. Қызарып пісіп жатыр прям. Пісін-ай. Біздің пиццамыз пісті. Қазір кофе құйып алып, мынада кеше кофе алғанбыз. Шай шектеп жатырмыз, кофе шектеп жатырмыз. Осы жерден видеомды аяқтайын. Бізге тіркелмегендер болса тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.